Арыстан баб кесенесі. Көне отырар жеріндегі сәулет өнері ескерткіші. Арыстан баб 11 ғасырдың аяғы мен 12 ғасырдың басында өмір сүрген діндар ислам дінінің уағыздаушысы болған. Орта ғасырлық жазбаларда Арыстан бабтың ең байырғы түркі шайқы болғаны айтылады. Аңыз бойынша Арыстан баб 33 дін негіздерін білген. Отырардағы мубайдиялықтардың рухани көшбасшысы және түркі сопыларының бабасы әйгілі Қожа Ахмет Яссауиге пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам аманат етіп тапсырған құрманы жеткізуші және тәлім тәрбие берген ұстазы ретінде сипатталады. Арыстан баб қабірінің үстіне алғашқы белгі 12 ғасырда салынған. Кесененің бірінші құрылысы 14-15 ғасырға жатады. Ал 18 ғасырда құрылыс қирап, фриз жазбалары бойынша 1909 жылы қайта салынды. Оның дәліз қақпа маңдайшасына мәрмәр тақта қаланып, бетіне хижра бойынша 1327 жыл, яғни соңғы құрылыс жүрген уақыт деп көрсетілген. Кесене дәлізхана, мешіт, құжырахана, азан шақыратын мұнара сияқты жеке бөлмелерден тұрады. Қожа Ахмет Яссауи және Арыстан баб кесенелерін көру немесе зиярат ету үшін туристер әлемнің түкпір-түкпірінен келіп, отандық туризмнің дамуына септігін тигізуде. Статистикалық деректер бойынша 2024 жылдың алғашқы 5 айында Түркістан қаласына келуші туристердің саны 326 мың адамнан асып, өткен жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 37,6%-ға өскен. Оның ішінде шетелдік туристер саны 4300 адамға жеткен. Бұл деректер киелі орындардың туристік нысан ретіндегі маңыздылығын көрсетеді.